Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қатпарлы қаттаманан жасайтын боламын. Ыстықта өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қоспаларды өлшеп дайындап аламыз. Ыстық суға тұз қосып, ұнға құямыз. Ыстық су болғаннан кейін алдымен қасықпен араластырып алдым. Одан кейін біраз қасық сұйық майды қосып, қолымызбен қамырды илеп аламыз. Әбден июін қандырып илеп болған соң, бетін жауып 20-25 минуттай қоямыз. Қаттамананың ортасына көк пияз қосатын боламын. Көк пиязды жуып, ұсақтап, турап дайындап қоямыз. Нанымыздың ортасына сары май қосамыз. 82% сары майды ерітіп аламыз. Каналымдағы рецепттерді жіберіп алмасы үшін подписация батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Дайын болған қамырды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Менде осы 500 грамдық ұннан 4 қаттаманан шықты. Әр қайсысын осылай дөңгелетіп аламыз. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды осылай 2-2-ден жайып дайындап аламыз. Осындай жұқалықта жайып шығамыз. Енді еріген сары майды қамырға жаямыз. Үстіне екінші қамырды салып, тағы да сары майды жағамыз. Жағып болған соң, осылай видеодағыдай ішіне қарай ораймыз. Одан кейін тағда дөңгелетіп, ұлу тәріздес етіп, орап, морозильникке 10 минуттай салып қоямыз. Ішіндегі май еріп кетпес үшін морозильникте 10 минуттай ұстаймыз. Барлығын осы қалыппен жайып, орап, морозильникке салып қоямыз. 2 қаттамананға көк пияз қоспадым. Себебі балалар пиязды ұната қоймайды. Морозильникке салған ең бірінші нанды алып жаямыз. Өте қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Осылай дөңгелетіп жайып алып, жаңағы еріген сары майға қуырамыз. Осылай үстінен баса отырып, бір шетін 3 минуттай, келесі бетін тағы да 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Пештің орташа отына қойып, бетін жауып, пісіріп аламыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің әр салған видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеле отырыңыздар. Қаттамана жұмсақ болып пісу үшін сары майға пісіріп алдым. Негізі сұйық майдың өзіне де пісіруге болады. Міне барлығын осы ретпен пісіріп аламыз. Осымен қатпарлы қаттамананымыз дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, қатпарлы болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, пікір жаза отырыңыздар.